Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рамазан пайғамбарларға кітап түскен қасиеттай. Бізге жеткен деректерге қарағанда, Алла тағала адамзат баласын тура жолға бастайтын көпшілік кітаптарын осы қасиетті Рамазан айында түсірілгендігі айтылады. Мысалы, Ибрахим алейхиссаламға Алла тағала осы қасиетті Рамазан айының алғашқы түндерінде парақшалар түсірген болса, Мұса алейхиссаламға түсірілген Таурат кітабы Ибрахим алейхиссаламға берілген парақшалардан 700 жылдан кейін Рамазан айының 6-шы түнінде түсірілді. Дауд алейхиссаламға Алла тағала Забур кітабын түсірді. Ол Забур кітабы Мұса алейхиссаламға берілген Таурат кітабынан кейін 500 жыл өтіп Рамазан айының 12-ші түнінде түсірілді. Ал енді Иса алейхиссаламға түсірілген Инжил кітабы Дауд алейхиссаламға берілген Забур кітабынан кейін 1100 жыл өтіп Рамазан айының 18-ші түнінде түсірілді. Ал енді пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға түсірілген Құр'ан-и Карим Иса алейхиссаламға берілген Инжил кітабынан кейін 712 жыл өтіп Рамазан айының 27-ші түні, яғни Қадір түнінде түсіріле бастады. Ибн Аббас радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам бұлай дейді: «Лау алима уммати ма фи Рамадан, латаманнау ан такуна санату куллаха Рамадан». Егер умметім осы қасиетті Рамазан айында берілетін сауапты білсе, жыл 12 ай Рамазан айы болғанын қалар еді деген. Себебі Алла тағала осы қасиетті Рамазан айында бүткіл жақсылықтың барлығын жинаған. Осы қасиетті Рамазан айында дұға тілектер қабыл етіледі екен. Және осы қасиетті Рамазан айында жасалған истиғфар тәубелерді Алла тағала қабыл етеді екен. Алла тағала осы қасиетті Рамазан айында барша жасаған дұға тілектерімізді қабыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.